жаңа есім керек сияқты ма бір осы салмаққа, қалай ойлайсың? Ертуғанда Мұхаммед Сабыр да бір қатты үмітті ақтамайтын сияқты көрінеді да маған. 50 килограммда жеребе прям әдемі шығып отыр. Махмұд Сабырханда да әдемі шығып отыр. Менде бір сұрақ, Элина бокста не жоғалттың деген. Өзбекстан құрамасы жайында да айта өтейік. Тағы да нөмірі бірінші солар болуы мүмкін бе? Иә, менің ойымша Өзбекстан алып кетуі мүмкін, себебі қазір әр салмағында қарайтын болсақ, негізі мықты жігіттер келіп отыр. Страшно бокста. Менің ойымша келесі буын осы 2028 жылғы Олимпиада алдындағы осы 26, 27, 28 жылғы осы 3 жылда бізде конкуренция страшно мықты болады. Ассалаумағалейкум баршаңызға, армысыздар, ардақты бокс сүйер қауым. Білесіздер, дәл қазір Ливерпуль қаласында World Boxing ұйымының ұйымдастыруымен бокстан әлем чемпионаты өтуде. 68 елден 520 қатысушы боксшылар қатысып жатыр. Осы әлем чемпионаты жайында жалпы Қазақстан құрамасы қанша алтын иеленеді, біздің негізгі қарсыластарымыз қай елдер деген сияқты тақырыптарда бүгін әңгіме қозғайтын боламыз. Студиямызда Азамат Спорт YouTube арнасының жүргізушісі Азамат, қош келдің. Ассалаумағалейкум, рахмет шақырғандарыңызға. Алла разы болсын. Бірінші енді кеше басталып кетті ол жарыс күні. Сағындық Тоғанбай мен қыздардан Элина Базарова өнер көрсетті. Элина жеңіліп қалды өкінішке қарай. Сағындық жеңді. Сағындық жайында бастап айта өтейік, жекпе-жекті көрдің. Қалай болды жалпы? Жалпы жеңгенімен бір қатты өзін 100% көрсетпеген секілді. Иә, ол бар. Жалпы мен үшін Сағындық қандай загадочный книга дейді ғой. Түсініксіз, мен түсіне алмаймын оны. Кей кезде, мысалға, оған ставка қоймаған кезде бірден атып кетеді. Мысалға, Азия ойындарында сондай болды. Кейін Азия чемпионатында 2024 жылы Чиангмайда топ жарып шыққан болатын. Сол кезде ой болды. Бля, мынау бала сұмдық қой. Мықты өлседі, мынау чемпион болады деп. Кейін Эйндховен кап дегенде жеңіліп қалды. Одан соң Астанада өткен әлем кубогының этапында да жеңіліп қалған болатын. И мына жерде сылбырт бокстасы деп ойлаймын. Жалпы бәлкім психология шығар, бәлкім менталдық жағынан бір мәселе бар шығар. Сондықтан жалпы бірінші жекпе-жектер көбінесе қиын болады, әсіресе бірінші бастау. Бұл туралы Махмұттың да айтқаны бар, Төрештің де айтқаны бар. Сондықтан менің ойымша ары қарай өзінің пик формасына кіруі әбден мүмкін. Бірақ бұл жерде мынандай өзім байқаған қателік бар. Жалпы бокс командасында, себебі біздің жігіттер осы турнирге 10 күн қалғанда ғана барып отыр. Ал басқа құрамаларды қарайтын болсақ, әзірше Өзбекстан құрамасын Толқын Қылышбағай, қасындағылардың барлығы бір ай бұрын кетіп қалды. Бір ай бұрын сол жерге барып, Шеффилдте барлығы дайындалып жатқан бір залда емес, вообще бөлек сырт жағында, Шеффилдтың қаласының сырт жағында Окснард деген жердегі залды жалға алып, сол жерде басты бір құраммен емес, бірден 3 құрамда барып отыр. Бірінші нөмірлер, екінші нөмірлер, үшінші нөмірлер. Барлығы бар, сол жерде дайындалып, бір-біріне көмектесіп, спарринг өткізіп жатыр да. Құрамды сояқта өздері жасақтап. Иә, құрамды сояқта жасақтап, соңына дейін еще тығып келді. Себебі әлем чемпионатына жеребьевке 2 күн қалған кезде ғана 1 сентябрьде ресми шығарып отырды. Бұған дейін түсінікті болды, кімдер бокс жасатын. Тек қана сұрақтар болды, мысалға 70 килограммда Асатқожа бокс жасама ма, немесе 65-ке түсе ме дегендей. Сондықтан менің ойымша осындай дайындықтың кесірі бәлкім акклиматизация, джетлаг деген мәселелер біздің боксшыларға қазір кері ойнауы мүмкін, себебі ол біздің қасымызда тұрған Ташкент емес, 5 сағатта бара салатын. Сондықтан менің ойымша қазіргі сәтте біздің жігіттер әсіресе алғашқы жекпе-жектері ауыр өтеді. Бірақ бұл жерде түсінуге болады. Сағындық рингтің қожайыны ағылшындық жігітпен шықты, Айзек Око деген, мүлде ыңғайсыз, солақайлы бокс жасады. Жақындаған кезде бір ғана сериямен клинчке кіріп кетеді. Сондықтан бәлкім Сағындыққа қиын болған секілді. Және де Сағындықтың бокс стилі қазір өзгеріп кеткен байқасаң. Себебі бұған дейінгі бокс жасқан, әсіресе Елорда кап деген турнирде 90 келі салмақта кезінде Айбек Оралбаймен бокс жасқан стилін қарасаң, және қазіргі стилі ол мүлде басқа. Себебі оның алдында игровик болып, техникаға салып жүрсе, қазір таза профи боксқа келіп тұрған стилі. Сондықтан менің ойымша бұл жігіт бәлкім Олимпиадаға дейін барғаннан кейін, Олимпиададан соң бәлкім профиге кетіп қалуы мүмкін. Себебі бүкіл загадательдер, бүкіл барлығы профи бокс үшін дайын тұр.
өзіне асықпай выжидать етіп жаймендеп келіп алдын қолмен ойнатып артқы қолға соққы тастайды. Сондықтан менің ойымша сағындықтың бокс стилінің өзгеруі бәлкім осы жерде мынандай жекпе-жек беруіне әкеліп отыр. Жалпы факторлар көп менің ойымша, бірақ соның өзінде де келесі қарсыласы ирландиялықты менің ойымша жеңуі мүмкін. Ары қарай 1/4 финалда, яғни ширек финалда өзбекстандық Торабекке қарсы жекпе-жек өтетін болады. Сондықтан осы жерде міне нағыз қызық басталады. Сосын енді бірінші жекпе-жекте бір 60%-ға бір ашылған сияқты, бір 100% көрсетпеген сияқты. Енді әрмен қарай қоса береді ғой, жай. Сосын бізде енді қыздар арасында 54 келі салмақ дәрежесінде Элина Базарова. Енді Элинаның алғашқы әлем чемпионаты. Қазір енді кішігірім буын алмасу деп айтуға да болатын шығар бұны. Негізі Азия чемпионатына бару керек болды, алғашында болды, бірақ жаңағыдай федерация тарапынан ешқандай түсіндіру болған жоқ, мен көрген жоқпын. Бір қарасам Азия чемпионаты басталып кетті, Элина жоқ. Сөйтсем әлем чемпионатын алып кеткен екен. Кеше өзбекстандық боксшымен шықты. 5-0 болды, есеп қателеспесем. Таза жеңіліп қалды. Таза жеңіліп қалды. Сосын нокдаун алған сияқты. 3-ші раундта. Қалай болды енді? Қалай болды дегенде, менде бір сұрақ, Элина бокста не жоғалттың деген. Себебі бүкіл данный дайын тұр. Жалпы сәл сексистік көзқараспен қарасам да, сонда да бүкіл внешний данные идеально пайда болып тұр. Менің ойымша боксты ары қарай жалғастырып жүре берудің бәлкім мүмкін оған қызық шығар, мүмкін ішінде бір спортивный бір амбициялары бар шығар, бірақ соның өзінде де менің ойымша сәл жан жаққа қарайтын сияқтымын. Себебі мына сөзсіз қарсыласы бірден өзбек қызы болды, ауыр жекпе-жек. Өзбек қызы 100% дайын болды, функционалдық жағынан, физика жағынан просто басып тастады, әсіресе бірінші раундтан бастап артынан қуалап жүріп. Сондықтан осы факторда әсер етуі мүмкін, бірақ соның өзінде де менің ойымша қазір не боларын білмеймін. Элинадан мен ондай көп зат күткен жоқпын, және де көргеніміздей ең бірінші болып жеңіліс тапты. Кәсіпқой бокста сосын дебют жасады, осы кәсіпқой боксқа меніңше бір көбірек келетін сияқты. Жаңағы шоу элементтері бар, мүмкін түрі бар деген. Маған андайда мүлде қарамаймын мен, әйелдер боксы маған қарау қиын. Әйелдер профи бокс одан сайын ауыр, невозможно қарау. Көзіңе қан аққанша отырасың, ана жерде нелерде әуесқой бокста приходится смотреть, потому что Назым бар, одан бөлек Алуа бар. Алуаның боксы маған қызық, Алуа маған персонаж ретінде қызық та, өзі қалай инстаграм жүргізетіні, неше түрлі өнері бар, жалпы талантты қыз, харизмасы орт тұр, чисто сол екеуі үшін қараймын мен жалпы. Және де Наталья Богданова үшін қараймын, бокс ұнайды сол қыздың маған. Жалпы жеребе жолдас болды деп айта аламыз ғой, енді басқа барлық боксшылардың қарсыластары белгілі болды ғой қазір. Жеребе қалай болды сенің ойыңша? Жеребе әдемі болды менің ойымша. Ерлер туралы айтайық, қыздар туралы особо қатты қарамадым. Ерлер туралы айтатын болсақ, 50 килограммда Санжарға әдемі шығарып беріп отыр, 55 килограмм Махмудқа әдемі шығарып беріп отыр, кейін қателеспесем 70 килограммда Төрешкеде, Татошқа да әдемі шығарып беріп отыр, себебі өзінің оң жақ сеткісінде қателеспесем тек қана француздық, индус және ағылшындық жігіттер бар, олар бір жарып баратқан ештеңесі жоқ, ал басты қарсыластары ойбай дейтін барлығы сол жақта тұр да. Сондықтан мен осы 3 салмақ, сосын 85 келі салмақта жақсы шығарып беріп отыр. Себебі Бекзат Нұрдәулетовте қателеспесем грузиндік Кутаташвили деген Ресей атынан өнер көрсеткен, қазір Грузияда өнер көрсететін осы 4 жігіттікі әдемі шығарып беріп отыр. Қалғандарында 60-65 килограмм, әсіресе 75-те 80 килограммда мықты түсті. 50-де 50 ғой енді былай айтқанда. 65 келіге қалай қарайсың? Ертуған Зейнуллинов өнер көрсетіп жатыр қазір әлем чемпионатында. Енді бір тұрақтылық жоқ та, бірде жаңағы Мұхаммед Сабыр шықты. Енді Ертуған дәлелдеді ғой, өткенде Сранжыда жеңіп алды Мұхаммед Сабырды. Бір жаңа есім керек сияқты бір осы салмаққа. Қалай ойлайсың? Ертуғанда Мұхаммед Сабырда бір қатты үмітті ақтанбайтын сияқты көрінеді да маған. Бұл салмаққа жаңа есім келеді негізі. Керек кім? Келеді, бір жігіт келе жатыр. Жалпы мен инсайдерлік информация оны айта алмаймын, бірақ 65 келі салмаққа бір жігіт келеді бізге. Сырт жақтан келеді. Ал Ертуған сырт жақтан деген қалай, легионер ма? Айта алмаймын. Ары қарай айтсам, білініп қалады кім келетіні. Сондықтан 65 келі салмақта сырт жақтан бір жігіт келе жатыр. Ал егер Ертуған келетін болсақ, мен шынымды айтайын, мен Ертуғанға қатты көңілім алды бұл Азия ойындарында. Себебі Азия ойындарында қатты сенген едім, бұл жігіт алып шығу керек, 63-те 5 келі салмақта барды, өкінішке орай жеңіліп қалды. Кейін
Олимпиадаға іріктеу болды ғой, біріншісі Миланда өткен, Италияда. Сол жерде ойладым, ана жігіт алып шығады ғой, давай ұтылып қалды. Бәлкім бұл жігітте менталка тоже проблемасы бар шығар, себебі анандай ішкі жекпе-жектер жеңіп алады да, сыртқа шыққанда өзін дұрыс көрсете алмайды. Странж кубогында сөзсіз алып шықты, бірақ соның өзінде де Странж кубогы бұл Азия чемпионатынан кейін болды. Көптеген құрамалар келмеді. Сол баяғы біздің Өзбекстан, біз, Куба, сосын болгарендер өздеріне тартып отырады. Сондықтан сол жерде таза деп айта алмаймын. Кейін Ертуған Зейнолдинов біздің Астанада өткен әлем кубогының этапында жеңіліп қалды. Эйдховен капта жеңіліп қалған болатын. Сондықтан жалпы менде бұл жігітке мен қатты сенбеймін. Мен Ертуған Зейнолдиновке қанша жақтан қатты уважать етпесем де, бірақ көріп тұрғаным осындай. Сол айтып отқан жаңа есім керек секілді. Жалпы кімдерден алтын күтіп отырсың осы ерлер құрамасынан? Санжар Дашкенбай әдемі шығарып тұрып отыр, несін аталайды, 50 килограммда жеребе прям әдемі шығып отыр. Махмуд Сабырханда да әдемі шығып отыр. Махмуд та қайтыспен сол филиппиндік Памат деген жігіт бар, кезінде жеңіліп қалған болатын, оған қателеспесем. Сол басты қарсыласы өзінің сеткасында. Жалпы осы екі жігіт 80%-ға менің ойымша уже алтынды алып отыр, себебі сеткасы әдемі. Бұл жалғыз менің сөздерім емес, бұл Мэтт Робинсон деген ағылшындық бапкер бар. Мен оған тіркеліп болған, баяғыдан бері қарап жүрмін. Астанадағы әлем кубогында да сонымен біраз рет сөйлескен болатынмын. Сондықтан сол кісімен ақылдасып, инстаграммен дайректмен жазып сөйлескенде ол да айтып отыр, жеребе әдемі шығарып беріп отыр, осы екі жігіт алтын алады деп. Кейін менің ойымша Төрехан Сабырхан сеткасы әдемі, ең идеальный мүмкіндік беріп отыр да. Егер басты қарсыластарын қарайтын болсақ, кімдер? Япондық жігіт, қара нәсілді, Акадзава деген, қателеспесем, ол сол жақта. Жас буын Өзбекстанның Шавкат Шомболтаев тоже сол жақта. Және де украиндық Илья деген жігіт, қателеспесем, фамилия З-дан келеді, әлем чемпионы. Ол да сол жақ қапталында сеткінің, бірақ ол жеңіліп қалды кеше испандық жігіттен. Сондықтан менің ойымша Төрехан жақсы бару керек. Жақсы бокстасып шығады. Ана жерде ойбай дейтінде қарсылас көріп тұрған жоқпын. Мен керісінше қазіргі кезде қазақ жанкүйерлерін түсінбей отырмын, себебі Төреханның сеткісін қарап, ойбай ана жерде индус жігіт бар, хендиш деген, ойбай ана француздық Трауре бар, кейін ана Камара дегендер бар дейді. Былай қарайсың, жекпе-жектерін қарасаң, ондай прям асып баратқан ештеңесі жоқ. Оларды менің ойымша Датош бұған дейін қалай Странж кубогында жеңді, дәл солай жабық көзбен алып шығу керек. Кейін 85 келі салмақта Бекзат Нұрдәулетов. Бекзат қазір идеальный күйде, идеальный формада, нағыз фаворит болып келіп отыр. Былай кейде қорқасың тіл көз өткізіп алуға, бірақ соның өзінде де қазір идеальный келіп тұр, алуға дайын. Менде даже шамалы дежавю бар да. Кезінде 2024 жылғы Париж Олимпиадасының алдындағы Асланбекпен. Асланбек мықты фаворит болды, бірақ оның алдындағы бірнеше факторлар оған әсер етті. Бұл жолы онда әсер етіп тұрған ешқандай фактор жоқ. Сондықтан Бекзат Нұрдәулетов чемпион. Осы төрт жігітке мен сеніп отырмын. Бәлкім тағы андай темный лошадка сияқты біреу атып кетуі мүмкін. Мысалға Сабыржан Аққалықов 75 келі салмақта боксы андай таза советский стиль деп аталады ғой. Әдемі. Қолдары ұзын, бойы ұзын, аяқтары ұзын, длинный посадкамен, алдың қолмен джебпен ұстап келе жатады да барлық соққысын артқы қолын салады. Әдемі жалпы. Сондықтан осындай күтпеген жерден осы Аққалықов атып кетуі мүмкін. Мына 70 келіде Төрехан Сабырхан алғашқы әлем чемпионатына қатысып отыр ғой. Психологиялық тұрғыдан бір қысым ауыртпашылық болуы мүмкін бе Төреханға? Психологиялық менің ойымша бұл жігіт бұған қарсылас жоқ. Психология жағынан бұл менталық жағынан мықты жігіт, страшный анау жігіт деген. Менің ойымша бұл маған даже андай ММА әлемінен алып келсек, UFC-дегі Конор Макгрегорды есіме түсіреді. Менталкасы страшно мықты, төбелескен тәсілі барлық, ойбай ана қызығып қарап отырасың да. И не болды ғой, жеребьевка кезінде ютубта жүріп отырды да. Яғни жерде біз қазақтар, өзбектерден басқа тағы бірнеше солтүстік батыс елдерінен адамдар болды. Ағылшындықтар, испандықтар, француздықтар, американдықтар, кубалық, бразилиялық барлығының жазып отқаны Төрехан Сабырхан қалай түседі, не болады, барлық қызығушылық танытып отыр. Сондықтан менің ойымша психология жағынан вообще ешқандай мәселе болмайды. Ең басты мәселе менің ойымша Төрехан наоборот может заиграться деген сөз бар ғой.
себебі зрелищно әдемі ярко төбелесу жақсы көретін жігіт. Сол бәлкім сондай бір артистический бірнәрсе қосып результатқа нәтижеге қарамай таза рубка кіріп кетіп дегендей біраз сәттерде өткізіп алуы мүмкін. Себебі қазірдің өзінде де бокс нұсқаны қарайтын болсақ кей кезде ауысып құрылысы болып жатқаны бар, бірақ соған қарамастан алып жүр жекпе-жектерінде. Сондықтан менің ойымша ментальный проблема. Жалпы менің байқағаным осы Төрехан Сабырханның буынындағы жігіттер, Санжар Алибегалиев, Тимохалар бар 90 килограммдағы, ешкімде андай ментальный проблема жоқ. Олар керісінше жыртам, айырам, сындырам, бытшыт қылам деген оймен шығады да, басқаларына қарағанда. Себебі қазірдің өзіндегі, мысалға біздің құрамадағы жігіттерге қарасаң, психология жағынан мәселе бар сияқты, психологтармен бәлкім жұмыс істеу керек сияқты деген ойлар пайда болып отыр да. Ал мына буын келе жатырған, ол жігіттер мықты негізі. Нұрислам Қалдыбаев 60 келі салмақтағы страшно бокс. Менің ойымша келесі буын осы 2028 жылғы Олимпиада алдындағы осы 26, 27, 28 жылғы осы 3 жылда бізде конкуренция страшно мықты болады. Себебі мынау жас буынды жігіттер келеді, Қазақстан чемпионаты, Азия ойындары, Азия біріншілігі, әлем чемпионаты, әсіресе Астанада өтетін соңғы 2027 жылғы осы жерде прям конкуренция вкусно тәтті болады менің ойымша. Ағайынды Оралбайлар жайындашы, мысалы біреуі 80 келді, біреуі 90 плюсы. Мен сәл көңілім қалды біраз жігіттерден, әсіресе Нұрбектен. Мен Нұрбекке өткенде әлем кубогындағы соңғы жоқ, мен түсіндім ол жекпе-жекте неге екенін. Себебі қарсыласы дайын шықты, дайын оқып шықты да, бірінші раунды 4-1 алды да, ары қарай қашып жүрді. Ал Нұрбек ұзақ уақыт бойы пауза алғанның кесірінен ары қарай өзінің күйіне кезіндегі 23 жылғы Ташкент әлем чемпионатындағы және 2024 жылғы Олимпиададағы физикалық күйіне кіре алмай жүрді. Себебі есіңде болса, Париж Олимпиадасынан кейін ұзақ уақыт бойы үзіліс алды. 2024 жылғы Азия чемпионатына бармады, тек қана Странж кубогына барды. Странж кубогында өзінің салмағында 85 келі салмақта төбелесіп жүрді. Ал 85 келі салмақта конкуренция сәл аздау болды 80-ге қарағанда. Одан кейін тағы бірнеше турнир өткізіп келді. Жаздағы осы Астанада әлем кубогына шықты да, және де сол жерде байқасаң тек қана бір жекпе-жек өткізді. Аллахвердиев деген әзербайжандық жігітпен алғаш жекпе-жек өткізді, оны кәсіпорында жеңіп кетті. Содан кейін ширек финалда және де жартылай финалдағы жекпе-жектер болған жоқ. Сондықтан менің ойымша сол Астанадағы турнирде өзінің физикалық формасына, өзінің жалпы күйіне, өзінің настройына дұрыс келе алмайды деп ойлаймын. Бірақ мына әлем чемпионатында оған жеребьевка өте ауыр түсіп отыр. Себебі қазірдің өзінде де ол қателеспесем қарсыласы есімде жоқ, бірақ осы қарсыласына ұтса ары қарай біздің қандас бауырымыз қытайлық Тоқтарбек Таңатханға қарсы шығады. Оны өткеннен кейін 1/4 финалда Жавахир Уматалиев келіп отыр. Анау жігіт страшно бокс жасады, Өзбекстанда жігіт. Мен жалпы өзім Өзбекстан құрамасында қатты жақсы көретін боксшылардың бірі Жавахир Уматалиев. Жұлдыз біздің Төрехан ғой, ол типа ненің Өзбекстанның Төреханы. Әр видеолар, фотолар барлығын внимание жақсы көретін жігіт біздің Төрехан секілді. Сондықтан және боксы да өзі әдемі, әсіресе Странж кубогында мен алғаш рет көріп бұл жігітті түсіндім, мынау алысқа барады деп. Себебі бұның алдында әлем чемпионаттарда, әсіресе жастар арасындағы және Азия чемпионатына көргенде былай боксы әдемі, техникасы бар. Өзбекстанның жігіттер сияқты силовой боксқа салып темпті бұзбайды, керісінше өзі темпті направлять етіп отырып түсіндіреді деп ой келген еді. Және де Странж кубогында қателеспесем Диас Молжігітовпен бокстасқанда мен де шынымен түсіндім, мына жігіт мықты негізі деп. Сондықтан менің ойымша осы турнирге, әсіресе осы Ливерпульге ол жақсы физикалық формада келіп отыр. Себебі сол жерде жүрген өзбекстандық журналистермен сөйлескен кезде жалпы дәл осы Жавахир Уматалиевке барлық қатты сеніп отыр. Сенгенін де атауы екі Олимпиада чемпионына қарағанда дәл осы жігіт топ жарып шығады деп отыр барлығы. Бізде Өзбекстан құрамасы жайында да айта өтейік. Өзбекстаннан көрермендер көп қой бізде де. Тағы да нөмірі бірінші солар болуы мүмкін бе? Иә, менің ойымша Өзбекстан алып кетуі мүмкін. Себебі қазір әр салмағында қарайтын болсақ, негізі мықты жігіттер келіп отыр. 50-55 келі салмақта 50-де Эмил Кузиев бар. Біздің Санжардың роднойы, қателеспесем 3 пай жекпе-жек өткізіп таған бір-біріне қарсы. 55 келі салмақта 2019 жылғы әлем чемпионаты келіп отыр. Мирзахалилов қателеспесем ұзақ уақыт пауза алып, перерыв алып, содан кейін келіп отырған. Одан бөлек 60 келі салмақта Абдумалик Халоков, профессор, бокс жасаған 65-те кім Асад Худжамудин Худжаев,
олимпиада чемпионы, прям мықты күйде келіп отыр. 70 килограммда, 70-75 килограммда жас буындағы жігіттер, себебі 70-те Болтаев, 75-те Фазлиддин Эркинбоев, жас буындар постепенно буын алмасу жүріп жатыр оларда. Және осындай проблема бар, мәселе бар салмақтарда бірден жастарда келіп отыр. 80 келі салмақта сол жаңағы Джавахир Уматалиев бар. 85 келі салмақта вот менің ойымша бұл жігіт таза өзбекстандық жігіт, есімі де өкінішке орай есімде жоқ. Тәжірибе үшін келіп отыр деп ойлаймын. Мына әлем чемпионатына. Ал 90 келі салмақта Турабек Хабибуллаев басты фаворит, 90 плюс килограммда Жахангир Закиров. Менің ойымша кем деген 5 алтын алып кетуі әбден мүмкін бұл жігіттер. Сосын бүгін жаңағы әйелдер боксын қатысып көре беремін дедің ғой, бірақ бүгін бұл подкаст енді ертең шығады, бірақ бүгін Аида Абикеева және Карина Ибрагимова өнер көрсетеді екен. Каринаның қарсыласы грекиялық Кузилой дейді, және Аиданың қарсыласы венгриялық Луца Хамори дейді. Жалпы енді қарсыластар жайында емес, әйелдерден Назым енді чемпион болатын шығар осы жолы тағы да, Ең қызығы Назым егер осы жол чемпион болса 4 дүркін әлем чемпионы болады. Вообще бұл тарихта болмаған жағдай. Әсіресе бірақ енді ол біреуі жаңағы IBA-ден ең қызығы бір жылда 2 әлем чемпионы болады. Бұл парадокс, қызық өте. Сондықтан менің ойымша ол қызық. Жалпы әйелдер боксы мен жаңа айтқанымдай маған қарау қиын, мен түсінуіме қиын. Мұхит Аманбаев братан қайта шақырып ұрып жүрмесең болды. Жалпы әйелдер боксы қарау қиын, страшно. Кей бокстасқан түрі, бірақ жаңа айтқанымдай кей кезде андай топ жарып шыққан әдемі бокстасатын қыздар бар. Маған әйелдер осы боксында ең өзіме жеке қызығы жаңа айтқан 3 қыздан бөлек ол Виктория Графеева. Бойы ұзын 60 килограмм төбелеседі, таза және бокстасқан стилін қарасаң түсініксіз да, ойлайсың бойы ұзын вроде дистанцияда жүретін қыз сияқты деп, ал ол керісінше жақын дистанциядан соққыларды жаңбырды жаудырады. Сондықтан осы қыз қызық болуы мүмкін. Аида Абикеева жайлы айтатын болсақ, шынымды айтсам, мен қателеспесем Астанада өткен әлем кубогының этапында ол жеңіліс тапқан еді. Сол кезде ойладым, бәлкім IBA-дегі чемпионатта көптеген топ спортшылары болған жоқ, бәлкім жолы болып кетті ма деген сәл сұрақ келген болатын. Бірақ менің ойымша, егер қателессем, мен қуанамын, себебі әйелдер боксы жалпы біздің әйелдер мықты ғой әлем бойынша. IBA-де де бірінші орынды алған болатын, қателеспесем. Сондықтан ары қарай және ең қызығы дайындығы олар керемет дайындалып келді. Осы турнирге біздің ерлер құрамасына қарағанда ертерек барып сол жерде. Одан бөлек андай менталный проблема жоқ сияқты да елдерде. Андай ұтылып қалса бәрібір деп. Ал біздің еркектерде қазір андай ой отыр, қазір жеңіліп қалсам мені қазір бышыт шығарады ғой, инстаграмда атака басталады, ананы айтпайды, мынандай сөз айтпайды, анаған айтады, мынаған айтады дегенде. Ал қыздарда ондай жоқ менталға. Және қарасаң сол жерге әлем чемпионатына дайындыққа барып уже бірнеше контент түсіріп тастағанда, рилстар, тиктоктар, ютубқа да шыққан видеоларды көрдім. Сондықтан менің ойымша бұл қыздар жақсы формада барып отыр. Егер командалық бірінші орын алса, мен өте қатты қуанамын. Бірақ олардың басты қарсыласы менің ойымша сол индиялықтар, түркиялықтар және де қытайлық қыздар IBA-ге қатыспаған болатын, және де осы жаққа келіп барланып кетуі мүмкін. Себебі қателеспесем Париж олимпиадасында 5 қыз қатарынан финалға шықты. Соның 4-еуі алтын алып кеткен болатын. Сондықтан олар да мықты болып келіп отыр. Қыздардан сосын жаңағы Алуа, Назымнан басқа фавориттердің бірі осы жолы 80 келіде Гүлсая Ержан болатын секілді. Өйткені жеребесі жақсы шыққан екен, оңай қарсыластар бар екен. Сондықтан Гүлсая Ержан алтын алуы мүмкін. Жаңағы кімді айттың, ерлерден сен алып қалуы мүмкін деп? Сағындық Туғанбайды айтып едің? Жоқ, Бизат Нұрдәулетов. Сол Бизат Нұрдәулетовтың не сияқты бір әйелдер құрамасындағы алтын алып қалуы мүмкін. Енді бұл жақта Елдос Сайдалин, негізгі бапкер, ерлер құрамасына Қайрат Сәтжанов, жаңа бір егер біз күткен нәтиже орын алмайтын болса, Қайрат Сәтжанов қызметінен кетуі мүмкін бе? Иә, сондай қазір сыбыстар бар, және ол не только нәтиже болмаса, нәтиже болғанның өзінде де ауысып тастауы мүмкін деген қазір сыбыстар жүріп жатыр. Менің ойымша бұл қанша жерден Бақыт Сәрсекбаев ағайымызды қатты жақсы көрмесем де, менің ойымша бұл дұрыс емес. Неге? Себебі бізде жалпы Қазақстанда мынандай проблема бар.
толығымен циклда жұмыс істеуге ешкімге мүмкіндік бермейді. Келеді уақытша определенный уақыт өткеннен кейін алмастырып тастайды. Сен ойлайсың, ол не болып жатыр жалпы деп. Менің ойымша, мен ойлаған басында Қайрат Жанов ағамыз келді да бірден Азия чемпионатында топ жарып шықты, командалық бірінші орын алды. Малы чемпионат мира Сұраныс кубогында топ жарып шықты, бірінші орын алып кетті командалық. Кейін Астанадағы этапта да бірінші орын алып кетті. Одан бөлек Таиланд Опен'да да алған болатын. Жалпы мықты результаттар көрсетіп жатыр да, және де ары қарай осы ағайды қалдырып Азия ойындарына 26 жылғы Японияда өтетін, кейін 27 жылғы Астанадан кейін Лос-Анджелес олимпиадасына 2028 жылғы жұмыс істеуге мүмкіндік беру керек сияқты. Толығымен цикл өткеннен кейін, осы 4 жыл цикл өтеді, 4 жыл циклдан кейін уже сұрақтар қоя бастауға болады. Себебі қазір қателеспесем бір ғана жыл өтті өзінің бапкер болып келе жатқанына Қазақстан құрамасының, сондықтан қандай да бір нәтиже сұрау өте ерте сияқты. Және де ауыстыру ол өте андай түсініксіз жағдайлардың бірі да, не үшін де жасалып жатқаны да түсініксіз, бірақ бәлкім бұл шешімдер дұрыс болып қалуы әбден мүмкін. Кім білсін, мысалға мен мына жерде айтып отырмын, мүмкін Бақыт ағай келіп, керісінше жаңа айтқандай психологиялық, менталды проблемалар бар жігіттерге одан сайын көмектесіп, олар мүмкін жұлдызды мировой топқа айналуы мүмкін шығар. Сосын мынандай да нәрсе бар ғой, олимпиада чемпионы болған адам ол міндетті түрде олимпиада чемпион шығарады деген бір кепіл бермейді ол нәрсеге. Негізі Бақыт Сәрсекбаев енді жаңағы U22 құрамды алып барды ғой Азия чемпионатына жастар арасындағы. Ол жақтағы жетістіктерін қалай бағалаушы едің сен? Ол жақта жетістіктер дегенде мен жалпы күткем, ойлағам барлық жігіттер барланып кетеді деп мына жерде. Себебі мықты құрамды алып барды ол. Түсінбегенім мен неге Боранбек деген жігіт, Бексұлтан Боранбек 50 келі салмақта, 51 келі салмақта бокстасады, неге оны 55 келі салмаққа көтеріліп бастағаны? Себебі 55-ке шықты, габариттері ұзын, себебі ол мысалға недовес болып шықса, оның қарсыластары 60-65 келі салмақтан түскен болатын, габариттері жоғары, солар ұтып кеткен болатын. Одан бөлек неге Санжарали Бегалиев 75 келі салмақтан боксшысы 80 келі салмаққа көтеріліп отыр? Себебі ана жекпе-жектерін қарасаң, таза өзінің техникасымен шоу жасап алып кеткені көрініп тұр да. Сондықтан сол жерде менде сұрақ пайда болды, неге бұндай рокировкалар жүріп жатыр деп. Ал нәтижесі жасаған жұмысына қандай есеп беретін болсам, әзірше тым ерте сияқты. Бар болғаны қателеспесем 2-3 турнир жасады. Бұл тым аз, бұл тағы да 5-6 турнирден кейін ғана қандай да бір нәтиже шығаруға болады. Бірақ бұған қарамастан уже көрініп тұр да, мысалға Нұрислам Қалдыбаев деген 60 келі салмақта осы Бақыт Сәрсекбаев ағайымызбен уже бір емес бірнеше жарыстарға барып келе жатыр да, уже білет қалай бұл жігітпен не істеу керек, қандай сөз айту керек, қалай дайындау керек, оның сборларын, дайындықтарын өтті. Одан бөлек Тимурлан Мақатаев бар 90 келі салмақтағы, дәл сол Нұрислам секілді барлық дайындықтарды өтіп шықты. Осы екі жігіт бойынша көруімізге болады, жалпы нәтиже бере алады деп. Сондықтан менің ойымша әзірше ерте қандай да бір сөз айту, уақыт керек әзірше. Одан кейін бізде Қазақстан чемпионаты күтіп тұр ғой, Сибирьде өтетін. Бұнда енді жаңағы осы әлем чемпионатында 2-3 орын алғандар қатысады ғой бұған? Менің естуімше полуфиналға дейін шыққан жігіттер қатыспайды. Полуфиналға жеткен жігіттер қатыспайды. Бірінші, екінші раундқа шығып кеткендер, 1-4 деген сатыдағылар ұтылғандардың барлығы осы Қазақстан чемпионатына барады да өздерінің орнын қорғап бастайды. Жалпы мен түсініксіз, менің ойымша сәл тағы күту керек еді. Бәлкім желтоқсанға дейін созып, бүкіл құрамның жинақталып, барлығын жинап алып, бір турнир өткізген дұрыс сияқты. Бүгінге осы, ендеше Азамат, көп рахмет келгеніңе, уақыт бөліп. Алда тағы да көрсе жатармыз. Біздің Қазақстан құрамасына тек қана сәттілік тілейміз. Барлық жігіттерден, қыздардан алтын жүлде күтеміз. Құрметті көрермендер, бүгінгі шығарылым осымен аяқталды. Аман, сау болыңыздар.